Қайырлы кеш, құрметті көрермендер. Америка құрама штаттарында төрткүл дүние көз тіккен президенттік сайлау аяқталды. Американың 47-ші президенті болып, Американың 45-ші президенті болған Дональд Трамп қайта сайланды. Ендігі таңда Американың ішкі және сыртқы саясаты қалай өзгеруі мүмкін, оның әлемдік саясатқа қандай өзгерісі болады деген сұрақтар көпшілік үшін қызықты. Ол жағы түсінікті де, себебі Америка құрама штаттары әлемдегі басты гегемон мемлекет болғандықтан, Американың ішкі сыртқы ұстанымдары, Америка билігінің қабылдаған шешімдері әлемнің геосаяси бағыт-бағдарына өзінің оң теріс әсерін тигізіп келе жатқанына міне көптеген уақыт болды. Сондықтан Америка құрама штаттарындағы өзгерістер әлем халқының назарынан тыс қалған емес. Сонымен Трамп келгеннен кейін Америка саясаты қалай өзгереді, әлемде қандай оқиғалар болуы ықтимал. Бірінші мәселе, Дональд Трамп 2025 жылдың 20 қаңтарында инаугурациясы болып, ұлықталып, президент ретінде өзінің қызметіне кіріседі. Дональд Трамп президент ретінде қызметіне кіріскен күні Америкадағы заңсыз миграция мәселесін шешуге қатысты шешім қабылдайтынын айтты. Дональд Трамптың сайлауалды науқан кезеңіндегі басты ұстанымдарының ұрандарының бірі ол Американы заңсыз мигранттардан тазарту мәселесіне байланысты болған еді. Қазіргі уақытта Америка жерінде миллиондаған азамат заңсыз мигрант саналады. Дональд Трамп осы заңсыз мигранттарды Америка жерінен депортациялау операциясын жүзеге асырып, миллиондаған мигрантты сыртқа депортациялап, Америка тарихындағы ең үлкен депортациялау операциясын жүзеге асыратынын айтып отыр. Америка құрама штаттарында Мексика шекарасы арқылы күнделікті ондаған мың мигрант кіруде. Заңсыз мигранттардың санының көп болуы Америка қоғамында оң және кері әсері бар екен. Сарапшылардың айтуы бойынша, заңсыз мигранттардың санының көп болуы Америка жеріндегі заңсыздықтардың, қылмыстардың санының артуына әкелген. Яғни адам ұрлау, кісі өлтіру, адам тонау, есірткі және қару саудасы деген сияқты қылмыстардың саны артқан. Екінші жағынан мигранттардың санының көп болуы экономиканың өсіміне өзінің оң әсерін тигізген екен. Бұл туралы Bloomberg өзінің арнайы зерттеулерінде айтып отыр. Яғни мигранттардың санының көп болуы Америка жеріндегі арзан жұмыс күшінің көп болуына өзінің әсерін береді. Сәйкесінше Америка экономикасы жыл сайын мигранттардың есебінен $1 триллион жуық пайда табады екен. Яғни мигранттардың санының көп болуы осылайша оң және теріс эффектілерін беріп келе жатқан көрінеді. Осыған байланысты Дональд Трамп миграция мәселесін түбегейлі шешетінін айтуда. Америкадағы заңсыз миграция мәселесін шешу үшін Дональд Трамп Мексикамен шекараны толыққанды шегендеп, қазіргі уақытта Трамптың қоршау деп аталып келе жатқан жобаны аяқтап, оңтүстік шекараны толық бекітіп, Америка жеріндегі заңсыз мигранттарды елден шығарып, заңсыз миграция мәселесін түбегейлі шешіп нүкте қоятынын айтуда. Ал заңды мигранттардың келуіне Дональд Трамп ешқандай қарсылық білдірмейтінін бүгінгі сөзінде жеткізді. Екінші үлкен мәселе, Дональд Трамп Америка экономикасына өзінің әсерін тигізуі мүмкін тағы бір реформаны жүзеге асырмақ. Ол Байден әкімшілігі қабылдаған шешімдердің бір қатарын қайтадан күшін жойып, жаңа шешімді енгізеді. Байден әкімшілігі Америка жерінде шикізат өндірудің біршама көздеріне, яғни мұнай, газ және көмір өндіруге біршама шектеу қойған болатын. Бұны Байден әкімшілігі экологияға кері әсері болады деген негізде қабылдаған шешім еді. Ендігі таңда Дональд Трамп аталған шешімдердің басым көпшілігінің күшін жойып, мұнай, газ және көмір өндіруге өзінің рұқсат ететінін айтуда. Үшінші мәселе ол Америка қоғамы үшін аса маңызды болып саналатын салық мәселесі. Яғни салықты Америка халқы үшін біршама негізде азайтатынын бүгінгі сөзінде де айтты. Салық Америка халқы үшін өте маңызды. Ондаған миллион азамат осы Дональд Трамптың салықты азайтамын деген сайлауалды науқан кезеңіндегі ұранынан кейін барып, Дональд Трампқа дауыс бергенін айтуда. Сондықтан Дональд Трамп президенттік қызметке кіріскен сәтте осы салықты азайту мәселелері бойынша біршама реформаларды жүргізуге ниетті екенін айту үстінде. Ал Дональд Трамптың ұстанған саясаты сыртқы саясатқа, әлемдегі жағдайға қалай әсер етуі мүмкін? Ең бірінші сұрақ ол көпшілікті қызықтыратын Украина мен Ресей арасындағы соғысқа байланысты болып отыр. Дональд Трамп президенттік сайлау науқаны кезеңінде Украина мен Ресей арасындағы соғысты 24 сағаттың ішінде тоқтататынын айтты және тараптарды өзара келіссөз үстеліне отырғызуға толық мүмкіндігі барын жеткізген болады. Дей тұра Дональд Трамптың сайлауалды штабындағы сарапшылары да, Дональд Трамптың қазіргі кеңесшілері де тараптар арасындағы соғысты 24 сағаттың ішінде тоқтату мүмкін еместігін айтуда. Дегенмен Дональд Трамп Киев пен Мәскеудің арасында ұрыс қимылдарын тоқтатуға байланысты өзінің ұсынысын жасайтыны бесенеден белгілі. Ол қандай ұсыныс болмақ? Ол ұсыныс толыққанды Ресейдің мүддесіне жұмыс істей ме дегенде сұрақтар туындауда. Дегенмен әлемнің сақа саясаткерлері Дональд Трамп Ресейдің барлық талаптарын қабыл алмайтынын айтуда. Қазіргі уақытта Дональд Трамп Украинаға 50% тиімді және Ресейге 50% тиімді болатын ұсыныс айтады дегенге
көбірек сақа саясаткерлер сенім артады. Себебі Ресей президенті Путиннің қойған талаптарын Трамптың қабылдауы бұл Трамп пен Путиннің арасындағы келісім емес, керісінше Америка құрама штаттарының Ресейдің алдындағы бір әлсіздігі ретінде әлемдік аренада қабылдануы мүмкін. Сондықтан Дональд Трамп Ресей мен Киевке де біршама тиімді болуы ықтимал шарттарды ұсынатыны қазіргі уақытта белгілі болып отыр. Дональд Трамптың ұсынатын келісімдерінің біршама сұлбасы бұқаралық ақпарат құралдарында да көріне бастады. Оған назар аударатын болсақ, Дональд Трамп қазіргі уақытта Киев әскері өзінің бақылауында ұстап тұрған аймақта қалады. Ресей әскері өзі бақылауында ұстап тұрған аймақта қалады. Тараптар сол аймақтар бойынша ұрыс қимылдарын тоқтатады. Ресей әскері өз бақылауында ұстап тұрған аймақтарды әлемдік қауымдастық және Америка құрама штаттары Ресейдің жері деп мойындамайды. Алайда ұрыс қимылдарын тоқтату үшін Минск келісімдеріне ұқсас жаңа шарт ұсынылуы мүмкін дегенді айтуда. Дональд Трамптың шартын Ресей тарапы қабыл ала ма, Дональд Трамптың шартын Украина тарапы қабыл ала ма, ол жағы белгісіз. Дегенмен Дональд Трамптың ұсынысы тек қана ұсыныс емес, ол ультимативті форматта ұсынылатын талап болуы мүмкін дейді. Егер де Украина тарапы Америка құрама штаттары президентінің ұсынған талаптарын қабыл алмайтын болса, ендеше Дональд Трамп Америка құрама штаттары тарапынан Украинаға берілетін қаржылай және әскери көмекті тоқтатуы мүмкін. Ал ондай жағдайда Киев сөзсіз тығырыққа тіреледі. Ал екінші жағынан Ресей егерде Америка құрама штаттарының президенті Трамптың ұсынысын қабыл алмайтын болса, ендеше Трамп керісінше Украинаға сан түрлі қаруды үйіп төгіп беруі мүмкін. Бұл бір. Екіншіден, Біріккен Араб Әмірліктері, Сауд Арабиясы, Катар және тағы да басқа көптеген араб мемлекеттерімен келісім жасау арқылы Дональд Трамп мұнайдың бағасын түсіру негізінде Ресейге қысым жасауы ықтимал деген айтылуда. Егер Дональд Трамп мұнайдың бағасын түсіру іс-әрекеттерін жүзеге асыратын болса, ендеше оның әсері тек қана Ресейге емес, мұнаймен күн көретін өзге де мемлекеттерге тиері сөзсіз, соның ішінде Қазақстанда бар. Дональд Трамптың билік кезеңінде Еуропалық одақ пен Қытай Америка құрама штаттарымен сауда соғысында ұшырауы ықтимал дегенде болжамдар айтылуда. Дональд Трамптың бірінші президенттік кезеңінде, яғни 2016-2020 жылдар аралығында Қытаймен және Еуропалық одақпен Дональд Трамп сауда соғысын жүргізді. Аталған аймақтарда өндірілген біршама тауар түрлеріне баж салығы енгізілді. Тіпті кей жағдайда баж салығы 30%-ға дейін көтерілді. Ал қазіргі уақытта Дональд Трамп тіпті баж салығын аталмыш аймақта өндірілген тауарларға 60-100%-ға дейін өсіру мүмкін екенін айтуда. Бұл сөзсіз Қытай мен Америка құрама штаттарының арасындағы қазіргі уақытта шиеленістің негізде тұрған жағдайды тіпті шиеленістіреді. Одан бөлек Америка құрама штаттары мен Еуропа одағының арасындағы бар кикілжіңді ұлғайтып жіберуі мүмкін. Еуропалық одақ тек қана Америка құрама штаттарымен экономикалық соғыс жүргізбей, сонымен бірге Америка құрама штаттарының президенті Дональд Трамп ұстанған әскери қорғаныс саясатына байланысты Еуропалық одақ өзінің әскери одағын құруға, яғни өзінің қорғаныс альянсын құруға ұмтылуы әбден мүмкін. Яғни Трамптың билік кезеңінде сарапшылардың айтуы бойынша Америка құрама штаттары мен Еуропалық одақтың арасындағы біршама алшақтауды көріп қалуымыз әбден ықтимал. Одан бөлек таяу шығыста да бірқатар өзгерістер болатыны түсінікті. Дональд Трамп жалпы алған кезде таяу шығыста Иранның іс-әрекеттерін қатаң сынға алған президенттердің бірі болып саналады. Израильді керісінше аса ауқымды негізде қолдаушы әкімшілікті кезінде құрған болатын. Дональд Трамп Израильдің астанасы ретінде Иерусалимді мойындайтын Америка құрама штаттарының президенттерінің бірі болып саналды. Одан бөлек Израильге экономикалық және әскери көмек беру қажет екендігінде қазіргі уақытта айтуда. Сондықтан Дональд Трамптың билігі кезеңінде Америка құрама штаттарының билігі Израильді көбірек қолдауы ықтимал. Одан бөлек Дональд Трамп Иранға жасалатын қысымдардың санын арттыруы мүмкін. Оның ішінде Иранның ядролық бағдарламасына көмек көрсетуі мүмкін деген мемлекеттерге жанама санкция салу, Иранның экономикасына санкция салу, Иранның мұнай экспортына түрлі шектеулерді енгізу арқылы Иран билігін және Тегеранды жан-жақты қыспаққа алуы ықтимал. Ендігі уақытта туындайтын сұрақтың бірі, Дональд Трамп бұл аталған мәселелерді жүзеге асыра ала ма деген сұрақ туындайды. Қазіргі уақытта Дональд Трамптың аталған дүниелерді жүзеге асыру мүмкіндігі өте жоғары. Себебі Америка құрама штаттарында шешімді тек қана президент қабылдамайды, одан бөлек шешімді Америка құрама штаттарының негізгі билік тетігі болып саналатын Конгресс қабылдайды. Ал Конгресс ол өкілдер палатасы мен сенаттан тұрады. Аталған қос палата егер қабылданған шешімді мақұлдамайтын болса, қолдамайтын болса, ендеше сыртқы саясатта Америка президентінің қабылдаған шешімдері жүзеге аспауы мүмкін. Дегенмен қазіргі уақытта Америка құрама штаттарындағы өкілдер палатасы да, сенатта да
республикандықтардың саны басымдыққа ие болуда, яғни Дональд Трамптың партиясы аталған қос палатада да өзінің үстемдігін көрсетуі ықтимал. Демек, Дональд Трамптың ұсынған шешімдерін Сенатта өкілдер палатасы да қабылдауы әбден мүмкін. Яғни сыртқы саясатта Дональд Трамптың ұсынған біршама идеялары жүзеге асып кетуі әбден мүмкін деген сөз. Дональд Трамптың айтқан сөздерінің барлығы толыққанды жүзеге асады дегенге де сенім артпауға тиіспіз. Себебі ағылшындардың керемет сөзі бар: 3 жағдайда өтірік көп айтылады, ол үйленер сәтте, аңшылыққа шыққанда және сайлау алдында деген. Яғни сайлаудың алдында көптеген уәделер үйіп төгіледі. Сол уәделердің басым көпшілігі орындаусыз қалуы ықтимал. Дегенмен Дональд Трамптың біршама идеяларының жүзеге асу-аспауын біз Трамптың билікке ресми түрде отырғаннан кейін, яғни 2025 жылдың 20 қаңтарынан кейін куә бола бастаймыз. Әзірге билік Байденнің қолында. Осы 2 айдың ішінде Байден билігін жалғастыра береді және 2 айды Украина билігі барынша тиімді пайдалануға тырысады. Яғни Байден әкімшілігі уәде еткен қару-жарақты, әскери көмекті және қаржылай көмекті барынша алып қалуға тырысатын болады. Одан бөлек қазіргі уақытта Зеленский билігі, Зеленский әкімшілігі билікке келетін Дональд Трамптың әкімшілігімен келісімдер жасауға тырысатыны да түсінікті. Қысқаша айтқанда осы. Сау саламатта болыңыздар.